Өмір бойы үйленбеген бір қарт болыпты. 90 жасына келіп, өлім төсегінде жатқан ол қартқа көңілін сұрай келген бір жас жігіт сыр суыртпақтап: өмір бойы үйленбедіңіз, үйленбеуіңіздің себебін де еш айтпадыңыз. Міне, өмірден де өтіп барасыз. Қандай да бір сыры бар болса, ішіңізде кетпесін. Айтып кетіңіз, біз де біліп қалайық. Сырыңыз жария болады деп уайымдасаңыз, енді оның сізге зияны да бола қоймас депті. Сонда қарт: иә, оның бір сыры бар. Мен үйленуге еш қарсы емеспін. Тек өзіме бір мінсіз жар іздеуде едім. Іздедім. Сөйтіп жүргенімде өмірімнің соңына қалай келіп қойғанымды да білмей қалыппын. Сонда жарысына жуығы әйел заты болған мына алып әлемде бір мінсіз әйел таппағаныңыз қалай деп сұрапты әлгі жігіт таңғала. Әлгі жерде төсек тартып жатқан қарт көздері жасқа тола: таптым дейді. Енді неге үйленбедіңіз ол мінсіз әйелге, деді таңғалысы одан сайын арта түскен әлгі жігітің. Сонда қарт: сөйтсем ол да өзіне мінсіз бір жар іздеп жүр екен депті. Анда-санда өзгеден талап еткеніміз өзімізден де табыла ма екен? Соған да бір мән беріп қояйықшы.